Қайырлы күн достар, бүгін біз өте дәмді етті пісіреміз. Бұны казан кебаб деп те атайды. Картошканы барлық жағынан қатты отта қуырып аламыз. Етті екі жағынан қызарғанша қуырамыз. Енді еттің үстіне қуырылған картошкаларымызды салып, дәмдеуіштерімізді қосамыз, тұздаймыз, приправа саламыз. Мен зира қостым. Су құямыз. Жай отта 45 минут бұқтырамыз. Қамырына айран құямыз, сода қосып араластырамыз. Тұз, өсімдік майы мен жұмыртқа қосамыз. Аз-аздан ұн қосып қамыр басамыз. 20 минутқа қалдырамыз. 45 минут өтті, картошкаларымызды шығарып аламыз. Етті пісіреміз. Ет менде 1 сағат 20 минутта толықтай пісіп шықты. Енді қамырды екіге бөлеміз. Бір бөлігі екіншісінен аздау болу керек. Жұқа етіп илейміз. Начинкамызды саламыз. Ет, картошка, помидор, пияз, чеснок. Екінші қамырымен жабамыз. Үстін жұмыртқаны сарысымен жағамыз, кунжут себеміз. 180 градус қызып тұрған духовкаға 25 минутқа қоямыз. Еті өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.